Облыс әкімі Нұрлан Уранхаев бастаған Абай облысының делегациясы Татарстан Республикасының астанасы Қазан қаласына жұмыс сапарымен барды. Делегация құрамында мәслихат төрағасы Қуаныш Сүлейменов, облыс әкімінің орынбасары Жасұлан Сәрсебаев, аудан әкімдері, басқарма басшылары, Қазақ Инвест компаниясының өкілдері, директоры Қайрат Асенов, Семей халықаралық әуежайының директоры Ғазизбек Саматов, сондай-ақ бизнес және мәдениет өкілдері бар. Сапардың мақсаты өңіраралық байланысты нығайту, технология, кәсіпкерлік, мәдениет саласында тәжірибе алмасу. Бородулиха ауданы Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектептің 9 сынып оқушысы Жеңіс Божаев күн энергиясын тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану мүмкіндіктерін зерттейтін құрылғы жасады. Бұл жоба арқылы оқушы көмір, отын және электр энергиясына деген тәуелділікті азайтып, экологияға зиянды әсерді төмендетуді көздеп отыр. Жоба барысында Жеңіс күн коллекторының сызбасын әзірлеп, бөлшектерді таңдап, қондырғыны құрастырудан бастады. Ол күн коллекторы арқылы ауыл шаруашылығы мен тұрмыстық ғимараттарды жылытуға және су қажеттіліктерін қамтамасыз етуге болатынын анықтады. Биыл Абай облысының 200-ден астам тұрғыны қайтарымсыз грант алып өз кәсібін ашты. Бұл көптеген жас кәсіпкерлерге өз идеяларын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Келесі жылы бизнес ашқысы келетіндер үшін төмен пайызбен несие берілмек. Көп балалы ана және кәсіби кондитер, аспазшы Тұрғын Ысқақова грант алып, үйінің жанынан шағын цех ашқан. Бөлінген қаражатқа қажетті жабдықты сатып алып, өз өндірісін бастаған. Гранттық қолдаудан бөлек келесі жылы облыс тұрғындар үшін 35 жасқа дейінгі төмен пайыздық несиелер қарастырылған. Қарыздың ең көп сомасы 5 миллион теңгені құрайды. Оған бюджеттен 1 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Бұл мүмкіндікті 200-ден астам адам пайдалана алады деп күтілуде. Бүгін Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағат Водный кентінің тұрғындарымен кездесу өткізді. Кездесуде инфрақұрылымдық мәселелер, соның ішінде ауыз су мәселесі басты назарға алынды. 2023 жылы осы екі кентте су құбыры желілерін салу жұмыстары басталып, жоба қуатты өңірлер ел дамуының драйвері ұлттық бағдарламасы аясында жүзеге асырылған. Жобада ұзындығы 36 шақырым болатын су құбыры желісін тарту көзделген. Нәтижесінде тұрғындар таза ауыз сумен толық қамтамасыз етіледі деп күтілуде. Сіздермен бірге болған Сымбат Қайратқызы, Семей Таңы YouTube арнасына тіркеліп, маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыздар.